Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сметанковый ірімшік жасайтын боламыз. Бізге керек болатын 3 жұмыртқа, мына дүкеннің жұмыртқасы, жуып дайындап аламыз. Және сметана, мен магазиннің сметанасы, сүт, қолдың сүті, дүкеннің сүтінен де жасауға болады. Бірақ мен мал болғаннан кейін қолдың сүтінен жасаймын. 1,5 литр сүт. Қаймақ 200 грамм. Тұз 1 шай қасық. Мен қазаныма сүтімді құямын. Отты қосып, қайнатамыз. Өзімізге де сүт қайнатып қойдым шайға. Балалар ішеді сүт. Ал енді 3 жұмыртқаны және қаймағымызды қосып араластыратын боламыз. 1 шай қасық тұз. Тұзды сүтке қоссаңыз да болады. Мен қаймақ пен жұмыртқамен араластыра беремін. Бұл рецептке сода, уксус деген нәрселер қажет емес. Содан бұл өте дәмді және пайдалы ірімшік болады. Осындай біркелкі болғанша араластырып дайындаймыз. Ал енді сүтіміз қатты қайнап кетпесін. Қайнап келе жатқан байқадыңыз ба? Жаңағы жұмыртқамызды құямыз. Бірден бәрін құямаймыз. Осы мен сияқты ақырындап құйыңыздар. Сосын араластырып, отын сәл басуға болады. Тастап кетпеңіздер. Араластырып тұрыңыздар, түбі тартып кетпесін. Сүтімде қайнап келе жатыр. Бұны да сапырып қояйын. Сіздерге көрсетейін деп түсіргенім ғой. Қолдың сүтіне не жетсін. Қазандағы сүтіміз қайнап, ірімшігіміз бөлініп тұр. Қараңыздар. Тағы кішкене қайнасын. Ал сүзетін ыдысымызды дайындайық. Сіздерде бар болса жақсы, менде жоқ болғандықтан осындай майонезді баночкасын түбін тесіп, пышағымды отқа қыздырып, осылай тесіп аламын. Сіздерде осылай жасасаңыздар болады. Ірімшік міне дайын болайын деді. Қараңыздар, өстіп тесіп алдым. Ірімшікті сүзгенге керек болады. Мінекей
ірімшік бөлінді, қою бөлек болып шықты, қараңыздар. Осылай болғанда дайын болды деуге болады. Сары суы шығып бөлек. Қазір осының бәрін сүзіп алатын боламыз. Марлеға жасасаңыздар болады. Жоқ, немесе мен осындай тюльдан қалған мата бар еді. Соған сүземін. Осылай жасасаңыздар болады. Қандай күшті болып шықты. Түсі де, иісі де керемет болып тұр. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Керемет болып шығады. Осы сүзілген ірімшікті жәнегі дайындап қойған ыдысымызға саламыз. Ал құрметті көрермендерім, маған тіркеліп және лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің видеом ұнап жатса, жаңа комментарий жазып кетіңіздерді сұраймын. Менімен бірге болыңыздар. Жаңағы ірімшігімізді басып қоямыз. Осылай салып, бетіне ауыр затпен бастырып қою керек. Сонда артық су кетеді. Ірімшігіміз дайын болады. Бір 5-6 сағатта дайын болады дейді. Мен ендіше кешкісін жасадым. Мінеки таңертең бірақ аштым. Ірімшік керемет болып қатыпты. Мінеки қараңыздар, әдемі болып шықты. Түсі де әдемі, дәмі ерекше. Кешегі сүтім де дайын болып тұр. Қаймағын алып алайын. Шайға сүт дайын, қаймақ дайын. Осындай қолдан жасаған ірімшікпен шай ішеміз. Шайдың түсін, қаймағын қараңыздар. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.